2026 жылдың алғашқы турнирі, және де бұл алғашқы турнирге нағыз бокс жұлдыздарымыз қатыспақ. Ассалаумағалейкум қадірменді бокс сүйер қауым. Әдеттегідей шығарылымды бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Себебі толық жекпе-жектер және де шолулар дәл осы қолғап боксингте шығатын болады. Тез айта салайыншы, қолғап боксингте осындай қолғаптар сатылымға шықты. Егер де менің каналымды қолдаймын десеңіздер, және де өзіңізге стильный, сапалы қолғаптар іздесеңіздер, менен заказ беріңіздер. Енді турнирге келейік. Естеріңізде болса, осы боксым элит турниріне осыдан бір жыл бұрын осы YouTube каналда толықтай шолу жасаған едім, толық жекпе-жектерін салған едім. Енді осы жылғы құрам, мықты құрам бар жатыр, қызық болайын деп жатыр. Турнир 2 мен 8 ақпан аралығында Испания мемлекетінің Аликанте облысының Ланусия қаласында өтпек. Жарысқа 21 елден 230 боксшы қатыспақ. Ал біз болсақ, Қазақстан құрамасымен танысайық. Боксым элит турниріне 50 келі салмақта Санжар Ташкенбай мен Нұрзат Оңғаров, 55 келі салмақта Махмұд Сабырхан мен Бексұлтан Боранбек, 60 келі салмақта Серік Теміржанов пен Дәулет Молдашев, 65 келі салмақта Санатәлі Төлтаев, 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан мен Нұрбек Мұрсал, 75 келі салмақта Тимур Нұрсейітов пен Аман Қонысбеков, 80 келі салмақта Ерасыл Жақпеков пен Азамат Бектас, 85 келі салмақта Нұрбек Оралбай, 90 келі салмақта Сағындық Тоғанбай және де Оңталап Рахманов, плюс 80, яғни аса ауыр салмақта Айбек Оралбай мен Нұрасыл Асылхан. Біздің боксшылар қазірдің өзінде Испанияға аттанып кетті. 2 ақпанға дейін оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Одан кейін бірден турнирге кірісетін болады. Достар, әдеттегідей каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы, жеңісті күндерде жүздескенше.